Саламатсыздар. Менің бүгін сіздерге көрсететінім геранды қалай отырғызу. Бұл гүлдің маған сіздерге көрсетейін деген ерекшелігі, бұның рассадысын маған алыстан алып келді. Алыстан болғанда мен өзім Қарағандыда тұрам, маған Шымкенттен алып келді. Бұл жоқ емес, гүл емес, бар жақта бар гүл. Алдырған себебім, ол жақтағы ұнағаны маған бірнеше түрлі түс береді гүлдеген кезде. Тек қана қызыл емес, күлгін қызыл, әртүрлі, мен 10 түрлі санадым жаздың күні барғанда өзім. Соны маған алып келген. Және сіздерге көрсетейін дегенім, егер де бір жақта сіздерге ұнаса, рассадысын қалай алып жүрем деу өкінбей-ақ, осылай алып келулеріңізге болады. Міне, жай ғана мынау коробка, соның ішіне мешок салғанда, топырақ салып, ішіне су құйып, осылай салып алып келді бәрін. Бір сутка жолға жүріп келді, сонда бәрі жетті. Оны отырғызу үшін және мына карневин деген жаңа көрсеткендей, онсыз да алып кетуі мүмкін, бірақ та мен не істеген жоғым, рисковать етпей соған салдым түбін. Геранның бір жақсы жері, тамырын шығармайсыздар, оның тамыры суға салсаңдар да шықпайды. Оны жұлып алып да қастарыңыздан алсаңыздар да кесіп 5-10 минутта кептіріп қоясыздар, содан кейін еге бересіздер, топыраққа салып. Мынандай етіп карневинге салсаңыздар да болады. Түбінің тамырын шығуға жақсы көмектеседі. Осылай етіп мынандай порошок карневин деген, соның ішіне салып бәрін алдым. Одан кейін мынандай етіп горшоктеріңізге бірінші керамзит дейді, тас саласыздар. Су құйдым, суда менде деген стимулятор цветов дейді, соны қостым, арнайы дүкендерде сатылады. Топырақты да дүкендікін сатып алып отырғызамын мен. Осылай етіп бәрін отырғызып шықтым. Астындағы керек емес, кедергі болатын гүлдерін алып тастадым. Және көрсетейін дегені, мына гүл шығып жатырғаны алып тастамадым. Мына топырақ осындай. Гүлін қиып тастау керек еді, мен қиғым келген жоқ, қимадым. Маған осылай көрейін дедім, маған енді қалай болатынын. Солай ектім. Және мен сіздерге айтатын, маған әкелген гүлімді көп әкеліпті да. Горшоктерді алғанда мен санай алмай қалыппын. 17 ма сондай гүл ектім мен. Сосын жетпей қалғаннан кейін осындай бутылка бәр жерімізде табылады ғой. Соған ектім, біраз өскеннен кейін қайтадан перевалка жасаймын. Мына суы кетпес үшін астына көргендеріңіздей губка салдым, содан кейін керамзитті салдым. Міне қаншама маған отростық келген, жаңа кішкентай ғана коробканың ішінде. Бәрін отырғыздым. Енді бұны менің отырғызғаныма бір 20 күндей болып қалды. 15 күн, 20 күндей болды. Енді мен сіздерге қазір көрсетемін. Соңғы өскендерін, қалай алып кеткендерін бәрі алды. Бірақ та мынандай үлкен жапырақтар түсті. Жаңадан жапырақтар шығып жатыр. Мына гүлдерін өліп қалмады, қайтадан шығып жатыр. Мынау жаңадан гүлдеп жатырғандары. Бәрі неше гүл ектім, түгелдей алып кетті. Жанында үлкен жапырақ болғандары кішкене сарғайды. Оларды қиып алып тастадым. Енді мына көріп тұрғандарыңыздай жаңадан жапырақтар шығып жатыр. Қанша гүл еккендеріңіз бәрі де шықты, жақсы. Егер де сіздер басқа жақтан қызығып гүлге қалай әкелем деп ойласаңыздар, осындай методпен әкелулеріңізге болады. Топырақты мешокқа салсаңыздар, ішіне су құйсаңыздар болды, бәрі түгел келеді. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.